Сәлем, менің каналыма қош келдің. Бүгін осындай әп-әдемі столға арналған ранер тігетін боламыз. Қонақ шақырғанда дастарханыңыздың көркін ашатын ранерлерді 20-30 минутта тігіп аламыз. Осындай ранерді тігу үшін алдымен сіздің столыңыздың ұзындығын және енін өлшеп алу қажет. Мен матаны осылай қиып алдым. Менде қазір 4 қабат. Осының ұзындығы 360, яғни 3 метр 60 сантиметр. Ені менде 50 сантиметр. Менің столымның ұзындығы 3 метр, ені 80 сантиметр. Осы матамызды енді шетін 2 сантиметр етіп қайырып, үтіктеп шығамыз. Бір рет қайырып, үтіктеп аламыз. Жоғарғы жағына да дәл солай 2 сантиметр қайырып, бірдей қылып үтіктейміз. Үшінші жағына да дәл солай 2 сантиметр қайырып, үтіктеп аламыз. Бір рет қайырғанымызды үстінен және қайталап, дәл солай 2 сантиметр етіп, екінші рет қайырамыз. Дәл солай жоғарғы жағында қайырамыз. Бүкіл шетіне осылай 2 реттен қайырамыз және оларды үтіктеп шығамыз. Біз енді бұрышын шығарып тігетін боламыз. Осылай қайрылып тұрған шетінен дәл сол бұрышынан сызық түсіремін. Оң бетіне айналдырғанда осында 2 сызық тұрады. Осы 2 сызықты үстінен және сызық түсіріп, дәл сол сызықты дәл соның арқасына сызатын боламыз. Сол бетіне сызған сызықты тігетін боламыз. Барлығын тікпейміз. Матаның шетін бірінші рет қайырғанда матаның ізі түсті, сызық сол шеттен бастап тігеміз, немесе арғы шетінен бастап сол жерге дейін тігетін боламыз. Дәл мен тіккендегідей тігіңіздер. 2 сантиметр қайырған жеріміз ашық болып тұру керек. Енді тіккен тігісіміздің үстінен 1 сантиметр қалдырып қиып тастаймыз. Оң бетіне айналдырып, бұрышымызды қараймыз. Өте әдемі болып шықты. Жақсылап үтіктеп шығамыз. Енді келесі бұрышымызды тағы да көрсетем. Дәл осылай, жаңағы бірінші бұрышты істегендей, бұны да дәл солай істейміз. Мұқият қарап отырсаңыздар, барлығы түсінікті, әрі өте оңай. Тігіп болған соң артығын қиып тастаймыз. Оң бетіне айналдырып, бұны да үтіктеп шығамыз. Матаның барлық шетін осылай 2 қайтарып үтіктеп шықтым. Тек соңғы шетін ғана басқаша тігетін болады. Столымның ұзындығы ұзын болғандықтан матаның ортасына тігіс түсті. Тігісті ашып үтіктеп аламыз оны да. Матаның соңғы шетіне үтіктеген жоқпын. Осылай бір-біріне қойып үстін 38 сантиметр етіп белгілеп алдым мен. Бұл шеті столдан төмен қарай түсіп тұратын шеті. Осылай сызып алып, қиып тастаймыз. Бұрыш болып шығу керек бізге. Матамызды ашып, бұны да дәл жаңағыдай 2 сантиметр бір қайырып, одан соң және бір қайырып, 2 қайтарып шығамыз.
Қайырып үтіктеп шыққан шетіміздің барлығын осылай тігіп шығамыз. Ранердің астына осындай клеенка алған болатынмын, және осындай тесма алдым. Клеенканы столдың үстіне төсеп, осы тесманы клеенканың шетіне қойып тігіп шықтым. Өте әдемі көрінеді, сіздер де дәл солай жасап көріңіздер. Осымен біздің қонаққа арналған дастарханымыз дайын болды. Өте әдемі әрі сапалы болып шықты. Келесі мастер-классымда майлықтардың қалай тігілуін көрсететін боламын. Матаның шетін қайырып тігуге болмайды, оның да дәл солай бұрыштарын шығарып тігетін боламыз. Сапалы қылып тігемін. Менің матам аз болып қалды, сондықтан 6 ғана салфетка шықты, және мата сатып алып, видеом сізге пайдалы болды деген ойдамын. Каналыма тіркеліп, лайк басып қолдап кетіңіздер.